Бұға мынау қалай аталады балалар? Сәукеле. Мынау бөрік. Мынау етік. Мынау тымақ. Енді айта қойыңдар, мына шапанды кімдер киеді? Ер адамдар киеді, ұлдар киеді. Сәукелені кім киеді? Қыздар киеді. Бөрікті кім киеді? Ұлдар. Ал тақияны кім киеді? Ұлдар дейміз, және ер адамдар деп айтамыз, иә? Так, келесі, ішік қайтесе киетін едік? Қысқа, дұрыс айтасыңдар. Бұны біз қалың киімдер деп айтамыз. Ішік. Келесі, камзол. Камзолды кімдер киеді? Қыздар киеді. Жақсы. Кимешек, дұрыс. Қай кім киеді оны? Әжелер киеді. Аға кимейді ғой, әжелер киеді. Келесі, шәлі. Кім тағады? Әжелер, аналар тағады, иә? Келесі, жейде. Ұлдар киеді. Сәукелені қыздар киеді. Шапанды ұлдар киеді. Шапанның ұзын түрі болады, және қысқа түрі болады екен, иә? Енді айта қойыңдар. Қазақтың ұлттық киімдерінің қандай ерекшелігі бар? Кеше айттық қой, олардың ерекшелігінің бәрінде не бар екен? Ою өрнек салынған. Сондықтан біз оны қазақта